Ертеде түлкі мен қасқыр дос болыпты. Алғашында бұлардың достығы жарасып, тапқанын тең бөліп жеп жүріпті. Күндер өте, қасқырдың қараны ашылып, тапқанын түлкіге қалдырмай жеп қояды. Түлкінің оған қарсылық көрсететін қауқары болмағандықтан іштей наразы болып, қайшылықтары барған сайын ушыға бастапты. Сонымен түлкі қасқырды бір қорқытып қоймақ болып бір күні: «Ой, Қасеке, кеше кешке жақын өзен жағалап келе жатсам, судан бір сазан балық қарғып мұз шетіне шығып, қайта суға сүңгіп кетті. Аңдып тұрып сізге тарту етейін десем, өте үлкен балық екенін де шамам келер емес. Аузымның суы құрып, қайтып келдім. Естісем, басқа қасқырлар да сол суаттың суына құйрығын малып отырып балық аулайды екен. Мен ғой ұсақ түйек жануарларды жесем тоямын. Ал сіз ондайға тоймайсыз. Егер уақытыңыз болса, мен көрген сазан балықты ұстап алсаңыз, сіздің сарқытыңыз да маған айлы қазық болар еді ғой», деп қасқырды мақтап суатқа апарып құртпақ болады. Түлкі қасқырды суатқа алып барып: «Қане, Қасеке, құйрығыңызды малып отыра қалыңыз. Қаншалық ұзақ отырсаңыз, құйрығыңызға балық сонша көп жабысады», дейді. Қасқыр түлкі айтқандай істейді. Құйрығы мұзға жабысқан сайын балық алдым деген үмітпен таң атқанға дейін отырады. Таңертең ат көліктерін суаруға келген малшылар шоқшиып отырған қасқырға тап беріп, қасқыр қашып жолайын деп ары-бері жұлқынса, құйрығы мұзға жабысып шықпай қояды. Малшылар қасқырдың терісін сыпырып алады. Қу түлкі қасқырдың жемтігіне осылайша қарық болыпты.